Сәлематсыңдар ма балалар? Бізде бүгін математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы 4 саны және цифры. Оқулығымыздың 20-шы, 21-ші бетін ашайық. Балалар, бүгінгі сабақта біздің мақсатымыз 4 саны нені білдіретінін түсінесіңдер, 4 санын қалай алуға болатынын білесіңдер, 4 цифрын жазып үйренесіңдер. Өткен сабақ бойынша мен сендерге жұмбақ жасырайын. Кәне балалар, осы жұмбақтың жауабын шешіп көріңдерші. Гүлдерге кеп күнара, қонушы еді бір ара. Бүгін екі туысын, ертік кепті бұл ара. Барлығы қанша ара? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар балалар. 3 ара. Келесі жұмбағымыз. Мұз айдында екі бала. Асыр сап жүр сырғанай. Сырғанамай бір бала, жағаулада тұр қарай. Санап айтсақ ойланбай, қанша болды бар бала? Жарайсыңдар, 3 бала екен. Ал енді, қай үй жануарларының 4 аяғы бар? Айтып беріңдерші. Суретте нені көріп тұрсыңдар? Жарайсыңдар, құлыншақ, қой және ешкі. Ал енді балалар, құлыншақтың қанша аяғы бар екен? Санап көрейікші бірге. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар. Қойды қанша аяғы бар? Кәні бірге бәріміз санайық. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар. Ал енді ешкіде қанша аяқ бар балалар? Ешкінің аяғын бәріміз бірге санайық. 1, 2, 3, 4. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал енді қазір мына жерде құстардың да суреттері. Үйрек, тауық, қаз. Ал енді осы үйрек, тауық, қаздың қанша аяқтары бар? Санап көрейікші. 1, 2. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, құстарда 2 аяқ қана болады. Балалар, 4 саны сандық сәуледе 3 санынан кейін тұрады. Барлығымыз 4-ке дейін санайық. 1, 2, 3, 4. 4 саны 3 санының артында тұрады. Яғни 3 санынан кейін жазылады екен. Енді балалар, 4 цифры қалай жазылатынына назар аударайық. Ол 3 таяқша арқылы жазылады. Алдымен жоғарыдан төменгі сызыққа қарай қиғаштай отырып, бір таяқшаны сызайық. Жазу жолының ортасына келгенде таяқшамызды оңға қарай бұрамыз. Екінші таяқшамызды жазу жолының ортасынан жоғары қарай бастап төмен қарай сызамыз. Міне, біздің 4 цифрымыз осылай жазады. Дәптерімізді ашып, берілген 4 цифрасын жазайық. Есіңде сақта, 4 санының құрамымен танысайық. 4 саны шығу үшін 3 пен 1-ді қосамыз. 4 саны шығу үшін 1-ге 3-ті қосамыз. 4 саны шығу үшін 2-ге 2-ні қосамыз. Келесі біздің тапсырмамыз қандай сандар түсіп қалған? Шиелер берілген, шиенің бір сыңарында сандар жазылған. 4 және 1. Келесі санды табу үшін біз 4-тен 1-ді азайтамыз. 4-тен 1-ді азайтсақ, 3 шығады екен балалар. Сол 3-ті шиенің сыңарына жазайық. Екінші шиеге назар аударайық. 4-тен 2 шиені азайтайық. Дұрыс айтасыңдар, 2 шығады, оны екінші шиеге жазамыз. Үшіншісіне қараймыз. 4 шиеден 3 шиені азайтамыз. 1 шығады, яғни шиенің сыңарына 1 деп жазамыз. Келесі біздің тапсырмамыз сандарды салыстыр, артық, тең, кем белгілерін қой.
4 артық 1-ден. Келесі біздің тапсырмамыз 3 кем 4-ден. 2 кем 4-ден. 4 тең 4-ке. Жарайсыңдар балалар. Ал енді астыңғы тұрған жүйелерді салыстырайық. 3 артық 1-ден. 2 тең 2-ге. Балалар, дәптерімізді ашып, осы есепті жазайық. Келесі біздің тапсырмамыз сана. Балалар, бірінші ұяшықта 3 сары тауық, 1 ақ тауық тұр. Яғни, өрнегін құрастырайық. 3 қосу 1 тең. Барлығы қанша болып тұр балалар? Бірге санап көрейік. 1, 2, 3, 4. Дұрыс айтасыңдар, 4 деп жазамыз. Келесі есепке қарайық. 2 ақ сиыр, 2 қара сиыр. Барлығын қосып бірге санайық балалар. 2 қосу 2. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4. Дұрыс айтасыңдар, 4 сиыр екен. Балалар, осы өрнекті ары қарай жалғастырып, есепті шығарайық. Балалар, бүгінгі өткен тапсырма бойынша кері байланыс жүргізейік. Жетістік баспалдағы әдісі арқылы. Тапсырманы орындай алмадым. Бірінші баспалдаққа қойыңдар өздеріңді. Тапсырманы жартылай орындадым деген оқушылар екінші баспалдаққа қойыңдар. Тапсырманы орындап шықтым дегендерің үшінші баспалдаққа қойыңдар. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.